келесі есебімізді қарастырамыз. Ізделінген цифрдың санын анықтау. Мысалы, бізге қандай да бір көп таңбалы n саны берілген. Осы цифрлардың ішінде қандай да бір k деген сан неше рет кездесті. Соның санын нәтижеге шығаруымыз керек. Ол үшін бізге n және k деген айнымалыны енгіземіз, және оның қосындысын табатын болғандықтан біз k сандарының алғашқы қосындының мәнін 0 деп белгілейміз. Келесі цикл ашамыз. Цикл қай уақытта жүреді? Яғни, мына енгізген n деген сан 0-ге тең емес болғанда ғана бізде цикл жүреді. 0-ге тең емес деп аламыз шартын, және қандай да бір x деген айнымалыға n санының 10-ға бөліп, оның қалдығын алып отырамыз. Яғни, біз көп таңбалы сандардың цифрларын жекелеп алу үшін осындай қалдықпен бөліп, оның қалдығын алу, және оны 10-ға бөлу керек екенін білеміз. Егер x осы санымыз k-ға тең болса, онда бізде s-тің мәнін 1-ге арттыр, яғни қосып отырады. Және соңында біздің циклымыз айналып тұру керек. n санын 10-ға бөлгендегі оның бүтін бөлігін алады да, қайтып цикл келесі цифрға ауысады. Яғни, бұл жерде біздің енгізген n деген санымыз неше таңбалы сан болса, сонша біздің циклымыз айналып тұрады. Сонша циклымыз жүреді. Экранға s-тің мәнін беретін боламыз. Енді программа кодының нәтижесін көрейік. Мысалы, бізге кітаптағы мысалды берейік. 152, 654, 225, 255, 225. Бізде кездесетін санды анықтауымыз керек. Мысалы, 2 деген, яғни k-ның орнына мән берейік. 2 деген сан бізде 4 рет кездесіп тұр.